Жылдың 18 наурызынан бастап 31 наурызына дейін Шығыс Қазақстан облысы аумағында шегуге арналмаған темекі өнімдерін әкелуге, өндіруге және таратуға тыйым салу мақсатында жедел профилактикалық іс-шаралар өткізілді. Іс-шара нәтижесінде 8 құқық бұзушылық фактілері анықталып, 6 килограммнан астам шегуге арналмаған темекі өнімдері тәркіленді. Аталған құқық бұзушылыққа жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 196 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы бағытта аталған профилактикалық іс-шаралар жалғастырылуда. Қандай да бір Шығыс Қазақстан облысының азаматтарынан сұрайтынымыз, нүктелерде, базарларда кең таралған осы аталған құқық бұзушылық шегуге арналмаған темекі өнімдері фактісі анықталса, 102 арнасы жедел арнасына немесе жақын орналасқан учаскелік полиция пунктіне хабарлауыңызды сұраймын.